Есіл бойын жағалап келе жатсақ, есілдің үстінде 4 аққу жүзіп жүр екен. Екеуі аппақ ақ түсті, екеуі қоңыр түсті екен. Соған қарағанда ақ түстісі әкесі мен шешесі болса керек, екі қоңыр түстісі балапандары болса керек деп ойладық. Қазір енді күннің салқындаған уақыты, күздің келген уақыты. Бұлардың да жылы жаққа қарай бет алып, жылы жаққа қарай ұшатын уақыты келген шығар. Балапандары өсе келе шешелері сияқты, әкелері сияқты ағаратын шығар, бұларда аппақ болатын шығар. Әзірше енді қоңыр екен. Адамнан қорықпайды, үрікпейді екен, адамнан қашпайды екен бұлар. Үстіне қарай мына жердегі сәл дөңестеу жерге шығып алып, қазір үстінен түсірейін. Бұлардың қорықпағанына қарағанда бұл өзеннің бойыменен адам көбірек жүреді, содан әбден бой үйренген болуы мүмкін. Қаланың шеті, қаланың іргесі болғаннан кейін бұл жақта енді адам көп жүреді ғой. Сондықтан адамдарға әбден үйренген аққулар болды ғой бұлар. Міне Астананың зәулім үйлері, көктіреген зәулім биік үйлерінің қасындағы есілде аққуменен қатар ана үйректер де жүр. Үйректерді ақырын мен келгенімді білді ма, мына жердегі қамыс арасынан шығып ары қарай жүзіп кетіп жатыр. Ал бұл төртеуінің маған қарайтын уақыттары жоқ. Бастарын суға тығып, су астынан тамақтарын, қоректерін алып жеп жатыр ғой. Ар жақта әне тағы үйректер жүзіп жүр. Негізі бұл жерде аққулармен қатар үйректер де баршылық екен. Бірақ қазы көрмедік, шағаланы көрмедік бекерде. Қаланың ортасында да өзен бойлап жүзіп жүретін шағалалар көрінбейді бұл жақта.